Біреудің отбасына қызығу, біреудің күйеуіне қызығу, біреудің көлігіне қызығу. Ол қазір енді қазақта керемет сөз бар ғой, адамның бағымен талассаң да, бабымен талассаң да, бағымен таласпа дейтінші. Қазір қоғамда сол кішкене проблемамыз бар да. Шатастырып алды, иә? Адамның біреуге берген бағымен таласамыз да. Енді инстаграмнан көресің, қарасаң таңертең біреу гүл сыйлап жатыр, біреу көлік сыйлап жатыр, біреу үй алып жатыр. Енді адам тек жақсысымен ғана бөліседі қоғамда, жамандығымен бөлісе алмайды. Енді қазір ғой енді үйреніп келатырмыз жамандығымызды да көрсетіп, сонымен хайп жинауға. Ал енді сол адамның бабымен таласу керек негізі, бағымен емес. Бақ деген ол Құдайдың беретін нәрсесі. Адам қолмен қазып жасай алмайды ғой. Ал енді бап деген бар ғой, ол таңертең ерте тұрып жұмыс істейді кешке дейін. Жан таласы, біреу шетелде жұмыс істеп жүр, 6 айлап келмейді. Біреу түнімен жұмыс істейді, біреу күнімен кітап оқиды. Сол бабын қарау керек та, негізі бабымен таласуымыз керек. Ол бір кітап оқыса, сен 2 кітап оқы. Ол 5-те тұрса, сен 4:30-да тұр. Оның бабын зертте. Ол не істейді? Мына байлыққа жету үшін немен айналысып жатыр?